Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстандық көрермен өрмекші адаммен қайта қауышпақ. Голливудтың әйгілі әртістері басты рөлдерді сомдайтын фильмді бұл жолы көрермен көріп қана қоймай, басты батырмен оқиға ортасында бірге жүреді. Өйткені жаңа өрмекші адам фильмі 3D форматында түсіріліпті. Голливудтық қос жұлдыз Эндрю Гарфилд пен Эмма Стоунның қатысуымен үлкен экранға жол тартқан туындының тұсаукесер рәсімі Мәскеуде өткен. Әлемнің бір қатар ақпарат құралдары арнайы шақырту алған айтулы шараға Қазақстаннан біздің әріптесіміз Ирина Советшанқызы қатысып қайтты. Және тілшіміз Құрғол келмеді эксклюзивті сұхбат алып, Голливуд актерлерін қазақ тіліне үйретіп қайтты. Өрмекші адам информбюрода. Біздің ана тілімізде өзі басты рөлін сомдайтын фильм туралы анонс айтқан актер Эндрю Гарфилд жаңа өрмекші адам фильмнің басты кейіпкері. Өзі жас болғанымен Голливудтың үздік әртіс атағын әлдеқашан жеңіп алған актердің бұл туынды әлемдік экранға тұңғыш шығу емес. Соған қарамастан жылдам қозғалатын жәндіктің қимылын өз қалпында бере алуға үйренген Эндрю дәл осы туындыны өз түскен басқа фильмдерден жоғары қояды. Өрмекшінің қимылы пластикасын үйренуім үшін бұл жәндік туралы көп мәліметтермен таныстым. Бұл мен үшін өте қызық әрі қиын болды. Бірақ басқа рөлдерімнен өзім сомдаған өрмекші адам маған жақыны, тіпті осы фильмге түсуге деген ұсынысты 25 жыл күттім десем болады. Питер Паркер өмірінің көрерменге бейтаныс тұстарын бейнелейтін туындының бұл жолғы ерекшелігі көрермен өрмекші адаммен бірге өрмелеп, ол сезінген әсерді бірге бөлісе алады. Фильм режиссері көрерменге мұндай мүмкіндікті 3D формат арқылы берген. Әрі комикс жанрына түсірілген өзге фильмдерге қарағанда мұнда шынайылық басым. Қылмыскерлердің қолына кісенді полициядан бұрын салатын Питер Паркермен өзі қатысқан ғылыми жобаның құрбаны болған жауыз доктор Коннорстың тым-қиғаш оқиғасы ғана емес, онда шынайы адам өміріне қатысы бар жайттарға да орын бердік. Мәселен, Питермен Гвеннің махаббатын көрген көрермен комикс көріп отырғанын ұмытады. Басты кейіпкер Питер Паркер ғашық болған сұлу қыз Гвеннің рөлін Голливудта үлкен сұранысқа ие актриса Эмма Стоун сомдайды. Әйгілі Оскар, Алтын глобус сынды үздік жүлделердің жеңімпазы атанған актрисаның мәскеулік көрермені де көп. Қызыл кілемшеге журналистерден бұрын жеткен жанкүйерлердің жаны ұшырған дауысы бұл сөзіміздің айғағы. Актрисаның суретімен өз алақандарына қол қоюын өтінгендердің бірі жылап, енді бірі жан ұшыра айғайласып жатты. Біздің арнаға арнайы эксклюзивті сұхбат берген Эмманың біздің елде де көрермені көп, бірақ әдемі әртіс Қазақстан секілді әдемі елге әлі ат ізін салмапты. Өкінішке орай Қазақстанда болмадым. Бұл ел туралы ақпаратымды аз. Бірақ егер сіз айтып берсеңіз, тыңдауға, танысуға әзірмін. Және егер маған сіздің елден ұсыныс түсіп жатса, арнайы барып қайтуға да қарсы емеспін. Оның үстіне мен түскен фильмді сіздің елде көрсетіп жатса, көрерменімен қауышуға қашан да әзірмін. Әйгілі Columbia Pictures ұсынған туындыны түсіру кезінде қызықта қиын сәттер көп болды дейді фильм режиссері. Мәселен, экшн қойылымдардың бірін түсіру кезінде Нью-Йорктегі ірі дүкеннің бірі тауарымен қоса жанып кеткен. Ал өрмекші адам өрмелейтін торды құруға 4,5 километр матамен 300 перде мен жалюз материалы жұмсалыпты. Әлемнің әйгілі әртістері басты рөлдерді сомдаған бұл фильмді Ресей жұртшылығы қуана қабылдады. Ал біздің ел экранында бірінші өрмекші адам фильмі шілдеден бастап берілмек. Ал бұл жағымды жаңалықты жеткізу құқы көрерменіне тек біздің арнаға ғана берді. Ирина Советшанқызы, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 арна, Мәскеуден.